Ноғайбай шешен мен Ұлы Абайдың кездесуі. Ноғайбай шешен Ұлы Абаймен де кездескен деген сөз бар. Екеуі құда жекжат боп өзара сыйласып жүрген. Абай болыс боп сайланар алдында ма, әлде содан кейін бе, бір жылдың жазында Алматыға одан Сұлутөрдегі Ноғайбай ауылына келіп кеткен дейді қариялар. Абайдың Алатау атырабында болу жөнінде Кенен ақында өзінің «Аңыздар сыры» деген кітабында жазды. Этнограф, зерттеуші Есім Байболов айтып жазып келді. Кенен де, Есім де Абай мен Ноғайбайдың кездесіп сұхбаттасуын көне көз қариялардың айтуына сүйенген. Ол кезде Абай Жетісуға Ояздың губернатордың жиын мәслихатына келді ме, әлде Верныйда қызмет істеген баласы Әбдірахманға, әлде құда жекжаттары Тәйті, Әбсемет сияқтылардың шақыруына, немесе жеңгесі Ақмайға байланысты ма, әйтеуір Абайдың Жетісуда болуын ел осы күнге дейін аузынан тастамай аңыздайды. Біреулер Абай Жетісуда болмаған, документті дерек жоқ десе, енді біреулер араласып жатқан қарға тамырлы қазақ емеспіз бе? Құнанбай кезінде Бөлтірік, Сапақ, Сары, Кебекбай билерді, Сұраншы батырды асқа тойға шақырғанда, Меккеге әжілікке ниет қылып сапар шегіп бара жатып, Құнанбай Екейдегі Тәйті құдасының үйіне қона жатып аттанғанда, Алатауға билігіспен Айдабол, Алшынбай, Тайкелтір билер, Шөже, Байгөкше ақындар келгенде, қызмет бабымен Әріп, Әбдірахман, Мағауия, Нұржан тағы көптеген кісілер болғанда, Абай неге келмесін? Абайдың Жетісуға келгенде басында қар жатқан Алатауға таңырқай қарап, Алатаудың басы күнге жақын, бірақ басында мәңгілік қар жатады. Сайында неше түрлі өсімдік, неше алуан жеміс шығады. Жақсылыққа алыс жер, алыс заман жоқ, қайда болса да жетеді деген өз сөзі де жеткілікті емес пе деседі. Расау, шынында 60-шы жылдары Кенен ақынның жыр жинақтарымен жинасып баспаға әзірлеп жүргенде ол кісі мына бір әңгімені айтқанды. Енді соған көңіл қояйық. Абайдың Ақмай деген жеңгесі ме, әлде келіні ме, сонау Шыңғыстан келіп Ноғайбайға тиген екен. Ақмай әуелі Алматыда тұратын Мерқасымдағы апасының соңынан келеді. Мерқасым және Құнанбайдың жиені Әбсемет тағы да біреулер сөйлесіп оны Ноғайбайға қосады. Бірер жылдан соң Абай Жетісуға келіп Мерқасым Әбсеметтің үйіне түскен дейді. Сәлемдесіп танысқан соң бір сөз иіні келгенде Мерқасымның балдызы Ақмайдың қалай Ноғайбайға қосылғанын сұрап қанады. Мерқасым өздері араласып құда жекжат боп жүрген Ноғайбайды мақтайды. Жетісудағы елді жел жермендей айналдырып тұрған ата-бабаларынан дулаттың алдыңғы қатарлы адамдары. Бұл Жетісудағы қала далаға, қырғыз қазаққа қадырлы адам, бірақ орысша білмейді. Болмаса адамның қара тілді шешені, ауылы Сұлутөрді жайлаған. Шіркін Сұлутөр десе дегендей жерау, мөлдір бұлақ, көк торғын құрақ, салқын сазды. Үлкен саз, кіші саз, қара қия, қасқа жол, ар жағында қырғыздар, қыз алысып, қыз берісіп, араласып кеткен ел ғой деп отырғанда бір жігіт, Ноғайбай мен Шәбден батыр осы Алматыда жүр. Кеше губернатор кеңселерінің алдынан көрдім. Ысқақбай үйіне қонаққа алып бара жатқан деді. Мерқасым жігітінен ұлыққа неге келгенін білдің бе деп сұрады. Сырттан ұққаным деді жігіт. Қырғыз Шолпанқұл манап Сібірге айдалатын болыпты. Бішкек уезінің бастығын ұрған дейді. Сонан Шәбден Ноғайбай екеуі күнәсін кеш деп губернатор мен Жандаралға келіпті. Қадырын салып келген соң олар Шолпанқұлдың күнәсін кешіпті. Осыған байланысты Ысқақбай оларды қонаққа шақырыпты. Сарбас ақын қырғыз Қалмырза ыршы қастарында дейді. Рахмет жігітім, көп әңгіме айттың деп бәрі дуылдасып қалады. Абай үндемей тыңдап отырады. Ертеңне Шәбден батыр рұқсат қағазды алып ауылына жүріп кетеді. Ноғайбай қаладағы жолдас жора жекжаттарымен амандасып қайтқалы қалады. Таң ертең Мерқасым Ноғайбай мен оған ере келген Әселге барып Абайдың келіп үйінде жатқанын айтады. Бастан аяқ әңгіме нобайын түсінген Ноғайбай ең алдымен базардан бір ту бие сатып алдырады. Құнанбайдың бұрында дыбысын білетін ол Абай деген ақында ақылды баласы бар деп естетін.
Арғыннан Ақмайды алғалы тобықтының жағдайын толық білген Ноғайбай енді Абаймен дидарласуға бет қояды. Мерқасым Ноғайбайды әселімен ертіп келіп Абай отырған үйіне кіргізеді. Үйдегілер жапырлап амандасады. Абай да орнынан тұрып Нұқаңмен құшақ жайып сәлемдеседі. Ноғайбай Абайдан үлкен, Құнанбаймен қатар кісі. Имен асандықтан кейін Ноғайбай Абайға бұрылып: «Иә, Абай мырза, жол болсын. Мынау Мерқасымнан сіздің осы үйде жатқаныңызды естіп, сәлемдесейін деп келдім. Алатау Алматыға келген соң бізге қонақсыз ғой. Қаладан біз де, сіз де қайтқанша дәм тұз тата тұрсын деп сойысқа бір ту бие ала келіп ем. Онан соң Абай шырағым, біздің ауылды көріп қайтыңыз. Мынау отырған әсел бәйбішеден дәм татып, Ақмай жеңгеңе жолығып қайтарсыз» депті. Сонда Абай: «Рахмет Нұха, дұрыс айттыңыз. Арқадан ауа жайылып бір асылымыз мұнда сізбен отандасыпты. Сөйтіп жесіріміз теңін де жерін де тауыпты. Аталы жерден шыққан текті ару еді. Нұха, Ақмай жеңгем туған жерін, өскен елін аңсап, арқаға барып қайтамын десе, шау жайынан қақпаңыз» деп күліп қояды. Екеуінің аузын бағып отырған көпшілік ду күліп қошамет көрсетеді. Түрлі ас, тамақ, қымыз құйылып, салтанатпен Мерқасым екеуіне бар ықылас бейіл білдіреді. Ноғайбай Абайды сұлу төрге шақырады. Сонда Абай: «Нұқа, ауылыңыз қашықтау екен. Ақмайды Алматыға келтірсеңіз көріп қайтайын» деп еді. Ноғайбайдан бұрын Сарбас ақын дереу домбырасының құлағын бұрап шырқап жібереді. «Арғатаң Өскенбай мен Құнанбайды тобықты ырғызбайлап ұрандайды. Қазақта бірінші боп әжі барған өз әкең есін алып бір құдайды, Меккеде тәңірге арнап үй салғызған, туғызған кемеңгер ғып бұл Абайды. Нұқаңды көрген шақта жесіріңіз айналып аққу қаздай шыға алмайды. Шалатұғын палуандай сөз әрлі, Абайжан көңілін қалай бұраңдайды. Бармаған шақырғанға зар болады, құрметпен барған қонақ ұялмайды». Отырған көпшілік: «Пәли, Сарекең, тура айтты» деп қалады. Абай күліп Сарбасқа: «Рахмет, барайын. Халық шақырған жерден неге қалайын» дейді. Сұлу төрге бет алған 40-50 адам Абай мен Ноғайбайды ортаға алып, сырнайлатып, кернейлетіп, сән салтанатымен келеді. Жайлаудағы қалың ел таңырқап, кәрі жас қарап тұрады. Абайды әуелі әселге түсіреді. Тай сойылып, сарығымыз құйылып, әсел де Абайды аса зор ілтипатпен құрметтейді. Әсел ару да Абайдың кер миық келбетіне, киім киісіне, жүріс-тұрысына, сөйлесіне қарап, оны жетісу адамдарымен іштей салыстырады. Абай да әселдің бөлекше әйел екенін байқап танып, Ноғайбайға Құдайдың лайықтап қосқанына сүйсінеді. Келесі күні Абайды Арғын апайға түсірді. Ауылы бөлек, одан да түрлі қырғыз-қазақтың әдет-ғұрпын, тамашасын көрді. Жесірінің баласы Ілиястың бетіне сүйеді. Қыздарын алдына отырғызып еркелетеді. Қысқасы, Абайды Нұқаңның балалары, ағайын-інілері кезек-кезек таласып қонақ етеді. Сұлу төрдің көк жайлауында Абай 1-2 жеті жүріп, ас тойларды көріп, елдің салтымен танысады. Нұқа, жеріңізде, еліңізде тамаша, байлық та, батырлық та, ақындық та халық арасында жоқ емес, бірақ жастар оқусыз екен. Байлық көзі оқу, білімде. Олай болса, балаларды оқыту, құнарлы жерге елді қоныстандыру керек. Сіздерге үлгі аларлық мүмкіншілік көп. Алматы мен Бішкек арасында отырсыздар. Түбінде баянды еңбек, егін салған, жасынан оқу оқып білім алған, би болған, болыс болған, өнер емес, еңбектің бұдан өзге бәрі жалған деп өлеңдете сөйлегенде Ноғайбай басын изеп мақұлдапты. Абай Нұқаңнан қайтуға рұқсат сұрады. Арғын апай өзі де Алматыға шейін шығарып салмақ болады. Ноғайбай өзі де қалаға жүрмек болады. Әсел бәйбіше ішік жапты. 2 жолдасына да ат шапан берді. Еркебай ауылына дейін Қасқараудың жақсымын деп жүрген адамдары Абайды құрметтеп шығарып салды. Жұлқынып тұрған 3 қара арғымақ қара жолды бұрқыратып, Ноғайбай мен Абайды, Арғын апайды, Мерқасымды әйелімен Алматыға қарай қоңыраулатып ала жөнеледі. Қырғыз-қазақтардың
Абайды көргендер шіркін-ай, туыс осы екен деп десіп таңдай қағып қала береді. Осы кездесудің ішінде болған Ноғайбайдың досы 90-дағы Бұғыбай қарт және ұстаз ағаларым Еркебай Базарұлы, Сарыбас Майкөтұлы, Сәрсебай Белебайұлы, Шәжіке Оспанұлы, Тәкен Байғұтұлы, Сәлім Түлкібайұлы тағы бірқатары осылай әңгіме етуші еді. Абай қалаға келген соң 3 күннен кейін Шыңғысқа қайтты. Разы болғандай, Ноғайбай сыйына көңілі толғандай түрі бар. Тағы да сәлем сауқаттар беріп, Арғын апай да, Мерқасым да, оның әйелі де жігі жапар болып жатыр. Қаладағы арғындар келіп Құнанбайға сәлем де деп аманат айтты. Абай аттанарында Ноғайбайдың қолын алып тұрып, Алатау асқар белекен, үйсін атты ел екен, етек жеңі кең екен, алма жеміс көп екен, сұлу төр құтты жер екен, қойны толы кен екен, қоңыр желі қордайдың дертке шипа ем екен, елдің кемі жоқ, Қасқараудың көлемі тобықтыдай кең екен, ердің кемі жоқ, Ноғайбайдай ер екен, бақытты бопсыз ақмайым, келген жерің құт екен, артық деп те кетерем, ел намысы дер екен, қош сау болғың ер ноқа, кіре берсін берекең, деп тақпақтай жөнеліпті. Сонда Ноғайбай да рахмет Абайжан, ел бағына туған ер екенсің, ақылың дәрия көл екенсің, әрі інім, әрі балам қатарсыз, көпке бірдей күн болып туған ұл екенсің. Бір ауылға болысатын кісі емес, бүкіл ел қамын ойлайтын қамқор дана көрінесің. Орысша да, мұсылманша да білімің зор екен. Мен де Жетісудағы елге атым бар, азды көпті хатым бар адаммын. Бірақ арманым бар, ол патшамен орыс тілінде еркін сөйлесе алмайтыным. Абайжан, сөге жамандама. Ноғайбайдан сәлем де әкең Құнанбайға, арқадағы елге, деді. Өскенбайға ас беріп ат шабамын деп 300-ге сауын айтқанда менің ағам Мадияр деген 10 жолдасы мен бұл Жетісудан озған Тортөбел жүйрікті алып барады. Сонда әкең Құнанбай бір саяткерін жіберіп, Алатаудан келген атты сынап кел депті. Ол сыншы Тортөбелді көріп, үйсіннің аты бір күн тынықса алдымен келеді депті. Сонда Құнанбай уағдалы күнге қаратпай, 1-2 күн бұрын атты алысқа айдатып, бәйгені әділетсіздікпен өз алады. Алыстан созылып барған Тортөбел ат екінші болып қалады. Онымен тұрмай, үйсіндер атың озбады, Алатауға не деп барасыңдар деп әжуалапты. Сонда Мадияр: жарығы бірдей түсер күн мен айдың, әбілес қызын алған Жамантайдың баласы шақырып ап зорлық қылды, көзі соқыр деп қайтам Құнанбайдың. 300-ге әділ болған әз төлеби, өтеген тұқым едім Малдыбайдың, Тортөбелдің бәйгісі ердің құны, ақымызды жегізбес бір құдайым депті. Мадиярдың сөзінен Құнанбай ыза болғанымен Алшынбай, Қаратай деген кісілер қой Құнанбай мырза деп Мадиярларды Өскенбайдың үйіне түсіріпті. Құндыз ішік, тай-тұяқ жамбы көп малды Құнанбай бермей қалыпты. Сол Мадияр айтқандай, Абай шырағым, ат құнына, нар пұлына деген. Ақымай келді, ақымыз түгелденді деп Нұқаң әзілдеп қалжың айтыпты. Абай да уәжді жауап қайтарып, екеуі айқара құшақтасып қош айтысыпты. Бүкіл ел болып Абаймен қайыр қош десіп жолға шығарып салыпты. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңызға рахмет.